Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге арналған бонус сабақтың екінші сабағы, яғни қарым-қатынас тақырыбы. Кешегі денсаулық тақырыбын көрген болсаңыздар, қарым-қатынас тақырыбы бізде бүкіл психологиядағы ең үлкен, ең расширенный сфераның бірі бұл қарым-қатынас тақырыбына негізі бонус сабақ жеткіліксіз болады. Бұған өте көп бұл тақырыпқа өте көп сөйлеу керек болады, бірақ сіздерге мен саналы түрдегі тақырыптар емес, түп санаға тікелей көмектесетін, яғни сіздегі қарым-қатынастағы мәселелердің түбінде жатқан себептерді ғылыми түрде көруге, хотя бы шет жағасынан, менде осы отыр екен ғой деп, соған қалай жұмыс жасау керек екеніне бүгін қысқа нұсқа тоқталып өтетін боламыз. Кеттік. Ең бірінші нәрсе, ол екі адамның арасындағы сана және түп сана деңгейіндегі қарым-қатынастың болуы. Бұны көп жерде классикалық психологияларда айта бермейді. Қазіргі уақытта айтып жатыр, Аллаға шүкір, практикалық психология. Біз саналы түрде, яғни миымыздың тек қана алдыңғы лобная долямен логически, қысқа ойлау, саяз ойлау, жатталған ойлаумен көп адамдарға проекция жасаймыз. Яғни біз дәл қазір сіздің жұбайыңыз қасыңызға келетін болса, сіз жұбайыңызға дәл қазіргі бүгін таңертең жаңадан оянған, жаңадан тәубе етіп оянған жұбайыңыз деп қарамайсыз. Сіз бұрынғы жатталып қалған, ренжіген жұбайыңыз деп бетіне солай қабылдайсыз. Яғни бұны не дейді? Біздің психикада проекция дейді. Сіздің ішіңізде ол адам туралы уже дайын образ бар, соны оған күніге кигізіп солай қабылдау. Және тура осының екінші де мағынасы бар. Сіз подсознательный түрде, яғни түпсаналық деңгейде келесі адамның мимикасынан, түрінен, көзінен, өзін ұстауынан, оның ішінде қандай негативті травмалары немесе өзін төмен сезінетін, нашар сезінетін тақырыптар бар екенін сезесіз. 100% саналы түрде оны білмейсіз, бірақ сезесіз. Сөйтіп сезген кезде не істейді? Сезген кезде ерлі-зайыптылар немесе қоғамдағы адамдар бір-біріне айна болып бастайды. Егер де екеуінің арасында дұрыс шекара болмаса. Өкінішке орай шекара тақырыбын келесі сабақта осы слайдтың соңында талқылаймыз. Ал қазір түсіндіріп жіберейін. Шекара жоқ деп есептейік қазір. Көп адамдар шекара не екенін біле бермейді, сол үшін ерлі-зайыптыларды мысалға алайық. Мысалға, оң жақта тұрған бізде әйелі, сол жақта тұрған күйеуі деп ойлайық. Әйелінің түп санасында балалық шақта балиғат жасқа, 10 жасқа дейін әкесіне қатысты анасының ренішін көрген болса, әкесі анасын ренжіткен, немесе нашар сезіндірген, анасының әкесінен қорқытып сөйлеген, қорыққан болмаса да, просто бала шағасын қорқытып әкелерің өтеді деп қорқытқан сезімдер болатын болса, қыз бала түп санасында әке қатал, ана әлсіз деп қабылдауы мүмкін. Автомат түрде ол өзіне де мен әлсізбін деген ярлық іліп алады. Ярлық. Бірақ балиғат жастан аса салысымен, 10 жастан аса салысымен, ол саналы түрде оның бәрін ұмытып кетеді. Бірақ түп санасындағы мен әлсізбін деген ярлықты жеңу үшін сана не істейді? Мықты болуға дәлелде дейді өзін. Содан бізде көп деген әйелдер я сильная, я самодостаточная деп тұрмысқа шықпауға, немесе тұрмысқа шықса да күйеуіне өзінің мықты екенін дәлелдеуге, немесе көп қазір бойдақ қыздар бар, тұрмысқа шықпай жүр, мықты жігіт келсе психикасы жай жоқ болып кетеді ол жерден, ал әлсіз еркек көрсе соны одан сайын төмендетіп өзінің мықтылығын көрсетуге тырысып, бір жағынан сұрақ қояды: нормальный еркек жоқ, немесе жігіттер жүреді, жақсы қыз жоқ деп ше. Шын мәнінде мысалда мынау әйелдің психикасында екінші бір травма болуы мүмкін. Мысалға көп әйелдерде ол кездеседі. Мамасы немесе әпкесі ұрып оқытқанда сабақты: ей, сен басыңа кірмейді, сен неге оқымайсың деген сияқты қаталдықпен. Балада, кішкентай қыз балада мен ақмақпын деген травма қалыптасып қоюы мүмкін подсознательный түрде. Ол саналы түрде не істейді? Всю жизнь өзінің ақылды екенін дәлелдеп жүреді. Жүрген жерінде керек емес сөздерді айтады, жүрген жерде өзін керемет қылып көрсетуге тырысады, ақылды болуға тырысады. Тура сол сияқты ер азаматты да алайық. Ол да бала болды, оның да балиғат жасқа дейін, яғни 13 жасқа дейін түп санасында бала ретінде қате қабылдап қалған моменттері болды. Ол қандай? Мысалға, әкесіге борышқан кезде балиғат жасқа толмаған баланы біздің әкелеріміз не деп қабылдады? Ересек сияқты қарым-қатынас жасады. 9 жастасың, саған бір нәрсені тапсырып беріп жіберді, мынаны көшеге апарып тастады деп, сен жолда ұмытып кеттің немесе жоғалтып алдың, бітті, келдің, таяқ жедің. Бала оны не деп қабылдайды? Мен осы тапсырмамен справиться ете алмадым, дұрыс істей алмадым, значит мен әлсізбін деп өзіне әлсізбін деген ярлықты қабылдап алуы мүмкін, белгіні. Хотя шын мәнінде оның жан дүниесі ондай емес, бірақ ол бала
әлі балиғат жасқа толмаған, ол қателесуге хақысы бар, ол әлі бала болғаннан кейін ұмытып кетуге хақысы бар, бірақ жаңағыдай белгілі бір ата-анасының ұрсуымен немесе даже жаңағыдай идеально қарым-қатынас жасап өсірсе де өзін мен ата-анам ренжітіп алмаймын деген қате көзқараспен, иә, өзіне әлсіз болуға немесе қателесуге, жалқау болуға рұқсат бермей өсуі мүмкін сол балиғат жасқа дейін. Ал бала болғаннан кейін кейбір нәрселерді істей алмай қалады ғой, өзі ойлағандай идеально болмай қалады. Ол не істейді? Түп санасында мен әлсізбін деп қабылдап қалады. Яғни ата-анам күткендей бола алмай жатырмын деп өз-өзін құнттандыруы мүмкін. Өкінішке орай біз әке-шешеден кінәлап жатқан жоқпыз, көрдіңіздер, иә, өзіміз қате қабылдап қалған болуымыз мүмкін деп жауапкершілікті өзіміз алып жатырмық. Енді өкінішке орай былай, балиғат жастан аса салысымен ол ер азамат саналы түрде өзінің әлсіз емес, мықты екенін көрсетуге тырысады. Сырттағы адамға, қоғамға, өзіне мықты екенін дәлелдеймін деп жасайды көп нәрсені, жүрегін тыңдап емес. Екеуі бір-бірінен үйленген кезде не болады? Мынау күйеуі әйеліне мықты екенін дәлелдеймін деп, біреуі күшпен дәлелдеймін десе, біреуі ақшамен дәлелдеймін десе, біреуі айқайлап дәлелдеймін деп, әркім отбасыда әртүрлі тақырыптарға беріліп жүреді. Ал әйел өзінің ішіндегі түп санасында ақымақпын деген травманы саналы түрде мен ақылдымын деп күйеуінің қателіктеріне, күйеуінің әлсіздіктеріне рұқсат бермей, күйеуінің ақымақ болуына рұқсат бермей, өзіне рұқсат бермейді. Өйткені күйеуінің тірліктеріне араласып, өзінің ақылды екенін көрсеткісі келіп, бір-біріне осылай триггер болады, бір-біріне проекция жасап, бір-біріне айна болады ішкі жан дүниесінің. И бір қызығы осы кезде екеуі де бір-бірінің ішіндегі ішкі жан жараларын көріп тұр. Екеуінен артық жақын көретін ешкім жоқ. Көбінесе бізде әйел азаматтардан көп естиміз, мынандай әңгімелер айтып жатады психологтарға бізге келген кезде. Басқа психологтарға бардым, коучтарға бардым, мен күйеуіме ұрсып жүрмін, маған екеуміздің арамызда махаббат жоқ сияқты дейді. Мен махаббатпен тұрмысқа шықпаған сияқты, мен де соныкін қайталап махаббатпен тұрмысқа шықпадым. Значит, мен адам емес сияқты деген сияқты қате сөздерді айтып отырады. Шын мәнінде мен оларға түсіндіремін. Әйел адамның санасындағы ер азаматқа деген образы, реніші, өзін қабылдауы, өзінің әйелдік табиғатын қабылдау деген тақырыптар саналы түрде емделмейінше, толыққанды дұрыс по полочкам қойылып шықпайынша, сен жүрегіңдегі ол азаматқа деген махаббатың бар немесе жоқ деп айта алмайсың. Сенде пока реніш бар ма? Бар. Кінәлау бар ма? Бар. Қорқыныш бар ма? Бар. Ұялу бар ма? Бар. Онда әлі сен жүрегімде махаббат бар, жоқ деген шешім шығаруға асықпа. Тура ер азаматтарға да осыны айтамыз, әйел азаматтарға осыны айтамыз. Не үшін? Өйткені сіздің санаңызда ерлі-зайыптылар жүрегінде махаббат болмаса бірге тұрмайтын еді ол. Даже травмасы тура келіп тұрса да, жүрегінде қалау болмаса бір-бірлеріне, Алла тағала оларды бір-біріне лайық қоспайтын еді. Иә, жүректерінде махаббат бар, бірақ оны пока өздері бір-бірінен көрмейді. Басында белгілі бір әр отбасыда әртүрлі, біреулер 20 жыл, біреулер 3 жыл жаңағы психикасындағы бір-біріне деген триггерлерін бір-бірімен отрабатывать етеді. Екеуі бір-біріне проекция жасап шығарады да, сөйтіп ұрсып бір күні түсінеді, екеуінің біреуі түсінеді. Қойшы, Алла разылығы үшін мен отбасымды сақтауым керек. Алла разылығы үшін мен жұбайымның осылай қателесуіне рұқсат беремін. Алла разылығы үшін бұның травмасына беріліп осылай ауыр сөздер айтуына рұқсат беремін, кешіремін деп шын жүрекпен айтады да, андай өзін жертва қылып емес та. Сол кезде ол отбасы сақталады. И Алланың қалауымен екінші жұбайы да грубо максимум 3 жылдың ішінде ол қателікті түсінеді, өзінің қателігін, өзінің детский позицияда жүргендігін, өзінің ойлағаны болмай қалса анаған көңіл толмайтындығын, өзінің ойлағаны болмай қалса ұрыс шығаратындығын, өзінің қысқа айтқанда манипуляция шығарып, бірдеңе болса кетіп қалам, бірдеңе болса бүйтіп кетем деп, бұны кейбір өкінішке орай кейбір отбасыда тек қана әйел емес, еркектер де айтады екен. Әйеліне келіп алып, сәл бірдеңе ұнамай қалса мен кеттім деп заттарын жинап, ол тек қана әйелдерде емес, еркектерде де бар. Бірақ кім болмасын өз отбасында қазір өзін ойласып көрсін. Сіз қайсысыз? Үйленген кезде по-любому екеуіңізде де травмалар болды, бір-бірлеріңізге травмаларыңызды отрабатывать етіп, кішкене проекциялар шығып кетті. Ауыр сөздер айтылып қойды бір-бірлеріңізге. Сол моментте отбасыңызда сіз ба немесе жұбайыңыз ба? Аллах разылығы үшін мен оның травмасына беріліп, осы ауыр сөз айтуына кешірем, бәрі жақсы болады деп өзін Алламен емдеген қайсысы? Егер сіз болатын болсаңыз, құттықтаймын. Бұл нәрсенің сауабы өте жоғары, өйткені отбасыны сақтау ол өте маңызды іс. Өкінішке орай кейбір психологтар, әсіресе Ресейдің психологтарына бір әңгімелеп жүр. Отбасыдағы пановой стресс әке-шешесінің ол балаға ауыррақ травма, чем ажырасудан. Лучше ажырасып кеткен жақсы деген сияқты. Енді әрине ешкімнің басына түспесін, ол оңай емес. Екі ата-анасы бір-бірімен психологиялық түрде
100% бір-біріне ғана проекция жасап, өздерімен жұмыс жасауға, шешім шығармай, қателікті өзінен іздемей, бір-бірімен қырыла беретін болса, әрине ол балаларға өте үлкен ауруларға, өте үлкен стресстерге, тақырыптарға ұшырау шансы көбейіп кетеді. Бірақ та жаңағыдай 100% утверждение шығаруға болмайды. Яғни ажыраса салған стрессте жүргеннен жақсы деген тақырып жоқ. Бала үшін әке-шешесінің ажырасу да стресс, ұрысу да стресс. Екеуі де қысқасы зиян. Екеуін салыстыруға болмайды. Так, осы кезде біз мынау рөлдерді түсінеміз. Тиран, жертва, спасатель деген. Егер де мен айтып жатқан мысалда өзіңіздің қазіргі өміріңіз немесе өткен шақта өміріңіз көріп отқан болсаңыз, керемет, оның түбінде жатқан тақырыпты іздейік онда. Тақырып сіздің балиғат жасқа дейін сіздің тұлғалығыңыз қалыптасады. Орысша айтқанда личность дейміз, тұлғалылық. Ол тұлғалылық біздің ата-анамызға деген біздің көзқарасымыздан қалыптасады. Көбісі қате түсінеді, менің өмірдегі ата-анама тиіспеші деп ше. Вот именно сенің өмірдегі ата-анаңызға тиіспейміз. Сіздің басыңызда, миыңызда сол балиғат жасқа дейін әке-шешеңізге қатысты, әке-шеше қандай болу керек, отбасы қандай болу керек, қоғам қандай болу керек деген, әділеттілік қандай болу керек деген көзқарастар қалай қалыптасты, сол сіздің тұлғалығыңызды фундаменті болады. Әрине балиғат жастан кейін сіз білім аласыз, басқа көмірлеріңіз пайда болады, өмірден тәжірибе аласыз, өзгересіз, жауапкершілік аласыз. Бірақ фундаментте негативті эмоциялар тұратын болса, әке-шешеңізге қатысты. Мен қаншама кәсіпкерлерді көрдім, өте мықты намазхан, өте мықты үлкен сеттері бар. Бірақ әкелері кезінде анасын тастап ажырасып кетіп қалған. Ол терапияға келіп отыр, мен әкемді қабылдағым келмейді дейді. Осындай кісілер өте көп. Мен ол кісілерге айтамын, сіздің қазір кәсібіңізде бір хаустар бола ма кейде, сіз командаңызға сене алмайсыз, андай болады, масштабқа шығу қиынға түседі десем, ондай жиі болады, мен оны кәсіпте нормально деп ойлаймын дейді. Біз ол кісімен проработка жасаймыз, әкені дұрыс қабылдау деген нәрсені, әке әлсіз, әке жауапкершілігі жоқ, әкеге сенуге болмайды деген тақырыптарын біз дұрыс проработка жасап емдеп шыққан кезде, Аллахтың қалауымен ода өзіне деген сенім пайда болады, Құдайға деген доверие пайда болады. Мен әдейіге орысша доверие деп айтып жатырмын, себебі сенім десек бізде про веру шатастырып алады. Вера бөлек, доверие бөлек. Вера деген Алланың бар екеніне сену болса, доверие деген сөз Алланың сізді қорғайтындығына, сізді жеткізетіндігіне, сіздің жақындарыңызды да қорғайтындығына сенім. Көбінесе өкінішке орай қазір қоғамда осы доверие жетіспей қалып жатыр. Өйткені балалық шағымызда көбісінің әкелерінің ішкенін, әкелерінің қатал болғанын, әке-шешесінің, әкелерінің анасын ұрғанын, әкелерінің баланы ұрғандығын, немесе тіпті әкесі бәрі нормально болса да, әкесімен қарым-қатынасы нормально болған болса да, анасының әкесіне ренжіп жүрген көрген болса, бала әкесін анасының көзқарасы арқылы қабылдап, анасының негативті эмоциясын өзіне көшіріп алуы мүмкін да. Сол себепті де әкесін толыққанды қабылдай алмай жүруі мүмкін. Бұл тақырыптарды толық қабылдау үшін бізге тәубе көмектеседі. Тәубе деген техника бар, біздің дінімізде. Бұл тәубе, бұны бізді батыста психологияда да қолданып жатыр. Тәубенің 3 жарын айтайын. Біріншісі қате болғанын мойындау, екіншісі өкініп кешірім сұрау, үшіншісі енді қайталамауға нақты шешім шығарып уәде беру. Енді техника былай үйге сіздерге тапсырма. Әкеңізге қатысты, бұның бір-бірімен қатысы не десеңіз, мынау сіздің түп санаңызда тұрған көп негативті сценарийлардың түбінде жатқан нәрсе сіздің ата-аналарыңызға қойған солардың сценарийін қайталау және соларға қойған претензиядан шығып тұрады негізі. Сол үшін мынау претензияларды көбісі еске түсіргісі келмейді, қуып кетемін деп ойлайды, қашып кетеді. Бұл тақырыпты еске түсіргісі келмейді, көңілім түседі деп қорқады. Керісінше, бұл сезімдермен сіз бетпе-бет келіп жеңген сайын сіз жеңілдей түсесіз, өміріңіз жақсара түседі. Сол үшін ата-анаға қатысты сізге осындай бір тапсырма беремін. Ата-анаға деген 50 балалық шақтағы, балиғат жасқа дейінгі, подростық кезге дейінгі 50 претензияңызды параққа жазып шығасыз, соның әрқайсысына жеке-жеке тәубе етесіз. Мен әкеме сөйтіп баға беріп қойғаным үшін, анама солай баға беріп қойғаным үшін, қате болғанын мойындаймын, өкініп кешірім сұраймын, енді қайталамаймын. Олардың пенделік қателіктерін баға беретін мен емеспін, олардың рухтарын жоғары бағалаймын, әке ата-анам ретінде қабылдаймын деп тәубе етіп отырасыз. Хорошо? Үйге тапсырма осы. Және келесі. Ер мен әйелдің жалпы қарым-қатынасында, адамдардың қарым-қатынасында жаңағы проекция өте қатты болып кететін болса, шекара мүлде жоқ кезде пайда болады. Егер шекара жоқ болатын болса, ол өте қатты проекция болып, ол отбасының сақ қалуы өте қиын, аман қалуы. Ол қарым-қатынастың аман қалуы өте қиын. Сол үшін бізде шекараны сақтауды өкінішке орай кейбір қазір не деп айтамыз ол кісілерді? Психологияны терең оқымаған деп айтайық, психологияны терең оқымаған жандар
жаңағы әйелі де оны немесе күйеуі де марафоннан келіп біреулердің эфирінен көріп оқып алады да, оказывается менің шекарам бар екен деп анау ішіндегі жан жарасын ренішпен тұрып айтқан кезде, қандай шекара бұл? Шекара деген тәкаппарлыққа бұны психолог үйретіп тастады. Шекарасыз ақ өмір сүріп едік деп жүргендер бар. Шын мәнінде шекара дегенді біздің асыл дініміз де бізден талап етеді. Яғни жаратушы иеміз де бізден талап етеді. Алла тағала Құранға да келтірген. Көршіңнің үйіне барып есігін қағатын болсаң, ол есігін ашпаса үйінде бола тұра, оның не үшін ашпағандығы сенің жұмысыңа, сенің жауапкершілігіңе кірмейді, сенің шекараңа кірмейді, теріс бұрыл да қайт дейді. Яғни бізге басқа адамның қарым-қатынаста оның шекарасына өтпей, оның таңдауларына, оның сезімдеріне, қалауларына өтпей құрметтей алу оны бізге ауадай қажет және міндет. Ертең Құдайдың алдында біз кімнің шекарасына өтіп кеткен болсақ, Құдайдың алдында да, ақыретте сол адамның алдында да жауап беріп қалуымыз мүмкін. Сол үшін қазіргі заманда көп адамдардың қателесіп айтып жүргені, шекара деп жүргендер тәкаппарлар деп ойлайтын болса, жоқ, ол қате түсініп сізге шекараны солай бір жан жарасын, ренішін айтып тұрып айтқан шығар. Шын мәнінде шекараның болуы дұрыс. Шекара болған сайын сіз біреудің хақысына кірмейсіз. Шекара болған сайын сіз біреудің алдында күнә жинамайсыз. Яғни нағыз көркем мінезділік осы шекара бар кезде болады. Біреудің ақысына өтпеу, біреудің шекарасына өтпеу. Ал шекара қалай қойылады? Шекара қойылмаса не болады деген сұрақтар бар, Шекара қойылмаса не болады деген сұраққа жауап берейін. Шекара қойылмаса, мына внутренний я дейді, орысша кітаптарда, ішкі рухымыз біздің балалық шақта балиғат жасқа дейін әртүрлі ярлықтарды қалыптастырды. Жаңа біздің басында айтқандай, мен әлсізбін, мен ақымақпын, мен керек емеспін, мен қорқам, мен қолымнан келмейді, мен ешкімге керек емеспін деген сияқты әртүрлі ярлықтар болуы мүмкін рухқа қабылданып қойған кішкентай балада. Ол балиғат жасқа тола салысымен ода осындай защитный механизмдер пайда болады. Мына кругтарды көрдіңіздер ме? Осы кругтардағы ең сыртқы қабат бізде маска кию. Адамның ішкі жан дүниесіндегі жан жарасын басқа адамдарға көрсеткісі келмей маска киюі. Психика автоматты түрде жасайды бұны. Яғни тұрмысқа шыққанша, үйленгенше сіз маскамен жүресіз және жұбайыңыздың да маскасымен қабылдайсыз. 100% шынайы боламайды сізге бәрібір ол. Болам десе де боламайды. Енді екіншісі ол контроль. Белгілі бір дәрежеде адам өзінің ішкі травмасын 100% өзі де таба алмайды. Таба алмағаннан кейін және қалай ол бойдақ кезінде сізге әлі тірігер боянбай тұрып, ол сізге 100% жан дүниесімен мойындап тастайды. Өкінішке орай көп жас балалар, бала шағаларыңызға жіберіп қойсаңыздар болады, мына сабақты, қыздар немесе ол маған шын жүрегімен ашылды деп алданып қалып жатқандар қаншама. Ол маған шын жүрегімен ашылды деп қате шешімдер шығарып қойып жатқан қаншама адамдар бар, Шын мәнінде сіз оның толық бет-пердесін, толық жан дүниесін біле алмайсыз, пока бірге тұрмайынша, немесе әке-шешесін жеке танымайынша деген сияқты. Сол үшін басқа жағынан зерттеуді, сол үйленуге қатысты дұрыс кітаптар оқуды қолға алуды ұсынамын. Так, үйленді, маска шешілді, 1-2 аптаның ішінде уже бұрынғы көрсеткендегідей мықты емес, бұрынғы көрсеткендегідей идеальный емес екенін көріп бастады, түсініп бастады. Даже оценка қоймаса да, бірақ бұл ішінде не деп ойлайды? Менің әлсіздігімді көріп бастады әйелім. Мен бұны жасыруым керек дейді, уже контроль деген этап қосылады психикада. Автомат түрде әйелін контроль жасап бастайды. Әйелінің сөздерін, қылығын, өзін, не істедің, анан қайттың, мынаны бүйттің, үйден шықпа, анаяққа жұмыс істеме, бірдеңе деп басқарып бастайды. И парадокс осы жерде, әйелі оған не әңгіме айтса да, оны контроль деп қабылдайды. Әйелі кешке звондап сағат 5-терде, бүгін нешеде келесіз, мен қандай тамақ істейін деп сұрап жатса, сен неге маған звондайсың деген сияқты уже автомат түрде жақсы жағынан емес, жаман жағынан қабылдап, маған контроль жасағысы келіп жатыр деп қабылдап, ұрысқа беріліп жатқандар көп. Үшінші этап бізде құнсыздандыру. Мынау психиканың сызбасы, ол әйелде де болады, еркекте де болады. Тура осы кино мына жақта әйелде де болып жатыр, если что, күйеуінде де болып жатыр деген сияқты, Тек қана менде емес, ол жұбайыңызды ғана көріп отпаңыз, көріп, мен күйеуім ғой деп отпаңыз. Бұл сізде де болады, автомат түрде. Потому что сіздің де рухыңызда белгілі бір ярлықтар бар, жан жаралар бар. Сіз оны санаңыз жасырғысы келіп, осындай защитный механизмдерге беріледі. Келесі этап ол құнсыздандыру. Мысалға, күйеуінің ақша тауып, еңбектеніп, отбасына деген махаббатын солай көрсетіп отқанын әйелі былай айтуы мүмкін. Сен маған внимание бөлмейсің, уақыт бөлмейсің, ақшаң маған керек емес. Жұмыс істеп жатқан маған қызық емес деп, оның жаңағыдай сұрамай жатып, күйеуінің махаббат көрсетуі, күйеуінің внимание көрсетуі осы жұмыс арқылы, ақша арқылы екендігін ашық сұрақ білмей жатып, күйеуіне құнсыздандыра салу арқылы өзінің ішкі жан жарасын жасыратын осындай бір сценарийлар болады. Тура сол сияқты ер азаматта неосознанно болады, бұның бәрін ешкім әдейі жасамайды. Ер азаматта өзінің ішіндегі әлсіздікті жасыру үшін, өзінің ішіндегі бір жан жарасын қорғау үшін әйеліне
сен не істедің деуі мүмкін, үйде отқан бала шағасына бағып отқан әйеліне. Сен не істеп жатрсың, мен ғой тауып отқан деп, оның үйдегі бүкіл бытовой жұмысты, ең ауыр жұмысты, ең бітпейтін ұзақ жұмысты көтеріп жүрген ерлігін әйел адамның құнсандырып жіберуі мүмкін да. Бірақ бұны әдейі істеп жатқан жоқ. Күйеуіңізге оған бола ренжімеңіз, әйеліңізге оған бола ренжімеңіз. Оның травмасында, оның кезінде әкесінің әлсіздігін көріп қалып, өзін әлсізбін деп қабылдап қалғандықтан, қазір ол саған сөйтіп проекция жасап жатыр. Осылай қабылдайтын болсаң, көп ұрыспайды отбасылар ше негізі. Келесі этап бізде конфликт этабы. Уже нағыз ұрысып қалу, бір-бірінің бетіне келіп. Сен кінәлісің деп тұрып ше. Бұл конфликтті бізде не деп айтады? Маска шешілді деп айтады. Хотя маска ол басында шешіліп қойған. Конфликттен кейінгі, конфликтқа да үйреніп қалады бізде кейбір отбасылар. Үйреніп қалған дұрыс шығар, кетіп қалғаннан гөрі. Конфликттен кейінгі этап не ол? Негізі конфликт нормально ғой, былай қарап тұрсаңыз. Конфликт деген сөз екі адамның бір-бірін әлі дұрыс түсінбей тұрған жерлері бар. Тағы да дұрыс түсіну үшін танысу керек, тағы да жақын болу керек деген белгі ғой негізі. Оны оң жағымен қарай білсек та. Конфликттен кейінгі этап бізде алыс жүру деген этап басталады. Уже күйеуі жұмысынан келіп, машинада телефон шұқылап отырады. Максимально жұмыста көп жүріп қалады. Кешкісін достарымен көп қыдырғысы келіп жүреді. Вақтыға кетіп қалады деген сияқты. Яғни тура сол сияқты әйел де жұмысы кетіп баратын, күйеуі кетіп баратын болса, қуана шығарып салады, кетші, көбірек уақыт кете берші деген сияқты. Яғни максимал түрде ішіндегі жан жарасының себепкері осы жұбайы деп бір-бірінен кінәлайды ғой. Психика сөйтіп кінәлайды да, тескі пайсаға түсіп, жертва болып ше. Соның кесірінен психика мынандай шешім шығарады. Ана адам қасымда болмаса, мен тынышырақ болады екенмін деп. Шын мәнінде олай емес. Сіз уже тыныш емессіз. Просто ана адам сізге триггер болып, айна болып көрсетіп жатыр жан жараңды ше. Айна кінәлеміз ғой саған жараңды көрсеткен үшін. Жара уже бар ғой сенде. Өкінішке орай осы алыс жүру этабынан да өтеді, ажырасу деген этап басталады. Ол уже полный кетіп қалу. Мен мына адамның қасынан кетіп қалсам, мен сол кезде жаным тыныш болады екен, сол кезде бақытты болады екен деп адамдар өзін алдайды. Өкінішке орай сенің ішіңдегі травма сен ажырасқан күннен бастап та сенімен бірге кетеді. Сен оны бәрібір проекция жасап ертең болашақ жарыңа, болашақ бала шағаңа, болашақ білмеймін адамдарға шығарып жүресің бәрібір. Ол бақытсыздық бәрібір айналып келеді басыңа. Сол үшін ерлі-зайыптылар бір-бірімен тақырып болатын болса, шешім шығармай тұрып, уақытша өзіңізге уақыт беріп, күйеуіңізге, әйеліңізге уақыт беріп, психологпен жұмыс жасауға тезірек ұмтылу керек. Өйткені ғылыми түрде осылай сіз саналы түрде осознавать етпейтін нәрселер болып жатыр. Қазір сіз мына сабақты қарап отырып 100% осознавать ететін адамдар болмайды. Қазір көріп жатқан көрермендердің бір 80% ғана мойындайды. Мына мен ғой, шынымен мен осындай әрекеттер жасаппын ғой деп. И то бұл этаптардан өтіп кеткеннен кейін мойындайды. Егер осы этапта жүрген болса, ол мойындай қоймайды. Өйткені эго деген нәрсе бар да бізде. Қатесін мойындағысы келмейді. Ол 100% таза болғысы келеді. Және эго бізде ол мен ол менің мінезім деп өмір сүреді. Мен ол менің мінезім, мен ол менің көзқарасым, менің көзқарасымша бұл дұрыс емес, Рамазан өтірік айтып тұр деп қабылдай салады да. Мен ондай адамдарға айтысып әуре болмаймын, сізге солай көзқараста өмір сүруге рұқсат береміз. Бірақ та мынау схеманы сіз емдеп, өзіңіздің жан жараңызды емдемейінше, сіз осы схемамен жүресіз. Өкінішке орай. Сіз конфликттен кейін күйеуім өзгеріп кетеді деп ойлап жүрсіз, на самом деле ол сізден алыстап бастады. Сіз алыстап бастаған нормально кетеді деп ойладыңыз, на самом деле ажырасуға жақындап жатсыз. Деген сияқты нәрселер. Так, қысқасы бұл тақырыптарды кішкене жеңілдеуіне көмектесетін нәрсе ол шекара. Жалпы шекараны қалай дұрыстаймыз? Шекараны дұрыстау үшін бізде сезімдерді жеткізу өнерін үйренуіміз керек. Өйткені шекараны бұзу көбінесе бізде сезімді айтуда болады да. Сезімді дұрыс емес айтуды арқылы. Біз сезімімізді сезім күйінде емес, әбден ішімізге жұтып жүріп, реніш, кінәлау, әбден эмоция ішіңдегі ашу, реніш жиналып қалған кезде бұрқ еткізіп күйеуіңе претензия қылып шығарасың, әйеліңе бұрқ еткізіп претензия қылып шығарасың. Претензия айту ол сезім жеткізу емес уже. Яғни сіз бұл жерде жауапкершілігіңіз сізде. Неге сезіміңізді әу баста бірден айтпадыңыз? Потому что сіздің эгоңыз оның алдында әлсіз болғысы келмеді. Мысалға, әйелі күйеуі келді да, білмеймін, бірдеңені дұрыс істемеді, уәдесін ұмытып кетті мысалға. Кешке сіз бірдеңе әкел дедіңіз, ол әкелуді ұмытып кетті. Сіз өзіңізді іштей керек емес сезініп қалдыңыз әйелі. Бірақ сіз не істедіңіз? Оны жинап жұтып қойып жүре бердіңіз. 1-2 жыл дегенде сіз бәрібір де оған оны претензия қылып шығарасыз. Сен мені керек қылмайсың, анай мұндай деген сияқты. Неге бірінші күні айта салмадық оған? Претензиямен емес, сезіммен. Неге екенін білем, потому что сіздің эгоңыз именно жұбайыңыздың алдында әлсіздігін мойындағысы келмейді да. Ал шын батылдық, шын мықтылық, шын кемелдік ол жұбайың алдында шынайы болу сезімдеріңмен. Оған бола сенің жұбайың оған манипуляция істеп кете алмайды, қорықпа. Наоборот, сен
әлсіздігіңді мойындаған кезде саған ешкім манипуляция істей алмай қалады, сенің ішіңдегі рухыңдағы мықтылық пайда болады. Мысалға жаңағы оқиғада әйелі бүйтсе болады: жаным, мен саған жаңа банан әкел дедім, бірақ сен ұмытып кеттің әкелуді. Сол кезде мен өзімді кішкене керек емес сезініп қалдым. Иә, ол дұрыс емес екенін білем, бірақ менің әйелдік қазіргі табиғатым, қазіргі менің психологиялық, білмеймін, там қазіргі халім осы, сіз менің айтқан нәрсеме әкелмей қойғанға мен өзімді керек емес сезініп қалып тұрмын. Өтініш, келесі жолы олай жасамаңызшы. Мен қалайтын едім, мен сізге өтініш жасаған нәрсені әкеп бергеніңізді деп қалауыңды солай сезіміңді жеткізетін болсаңыз, автомат түрде ол адам сізге кетші деп реакция берсе де, күліп реакция берсе де, бірақ келесі сезім беру, сезімді жеткізу өнерін сіз осылай жалғастыра беретін болсаңыз, ол сізбен сапалы, сау коммуникация құратын және өзінің де ішкі әлсіздіктерін сізге бөлісе алатын терең, жақын қарым-қатынастағы тату-тәтті отбасы болуға шанс ашылады. Осыны ерлі-зайыптылардың арасында біреуі бастау керек. Ер азаматтарда бізде әйелінің алдында әлсіз болып қалған жерлерін мойындағысы келмейді. Мысалға, әйелі бір ауыр сөз айтып қойса, немесе там білмеймін, там ақша жетпей жатқан кезде бір ауыр сөзді айтып жіберген болса, сол моментте мен өзімді еркек емес сезініп қалдым, сен маған осылай сөз айтқан кезде, маған ауыр тиді. Иә, білем, ол мен сөйтіп қате қабылдап тұрғанымды, бірақ өтініш келесі жолы олай айтпашы, жұмсағырақ айтшы, дұрыстап түсіндірші. Иә, мен солай сөйлескенді қалайтын едім, деген сияқты. Қалауын айтса, негізі ер де әйел де бір-бірін құрметтеп ашық сөйлесіп бастайды. Негізі барлық отбасыда бұл болған ғой басында жақсы көріп үйленді, ұнатып тұрды, и осылай бір-екі рет сезімін айтты, бірақ бір-екі аптада өткеннен кейін, немесе бір-екі ай өткеннен кейін ұрысып қалған кезде жаңа жан дүниесімен айтқан жараларын бір-біріне бүйтіп арқасына пышақ сұққандай сұғады да олар, ше, сен мынандайсың деп еще больше, еще больнее батырып сөйлегенсіз ғой сіз. Сол үшін сіздің жұбайыңыз уже ашылғысы келмей қалғанда ары қарай сізге, ше. Өкінішке орай көп отбасылар осылай өмірінің соңына дейін ашылмай өтіп кетеді ғой, бір-біріне ренішпен, ше. Күні бүгін терапияға бір әйел кісі келді, жаңа 60 жастан асып қойған. Күйеуіне 20 жылдан бері ренжіп жүр, ойлаңызшы. 20 жыл ренжу деген не әңгіме ол? 20 жыл балаларға бақытсыз отбасының үлгісін көрсету. 20 жыл өзіңнің өміріңді зая кетіру. 20 жыл денсаулығыңды құрту. Қазір денсаулығы қирап қалған ана кісінің, ше. Осы нәрселердің бәрін болмас үшін біз сезімді жеткізу өнерін үйренеміз және сол арқылы шекара қоямыз. Ал шекара қою екіге бөлінеді: іштей және сырттай. Іштей, бірінші біз сырттай шекара қоюға тырысады. Бізде көбінесе әйелдер, психологтар тыңдап алады да, так дейді да, барып күйеуіне барып, мынау маған былай деп уже өзінің шекарасын қойып бастайды. Жоқ, олай жұмыс жасамайды. Бірінші сіздің жүрегіңіздегі ішкі шекараны қоямыз. Яғни сіз іштей айтасыз, үйіңізде отырып, ішіңізден: құдайым, күйеуім бөлек адам, мен бөлек адам. Екеуміз бір-бірімізге тәуелді емеспіз. Екеуміздің де мұқтаждығымыз саған ғана, яғни саған ғана тәуелдіміз, Аллахым. Біз екеумізді, сен ерлі-зайыпты рөлдерді бердің екеумізге. Біз осы рөлді сенің разылығың үшін толық атқаруымызға көмектес деп дұрыс дұға жасап, сосын барып сыртқы шекараңызды айтасыз. Яғни бірінші күйеуіңіз жүрегіңіздің ішінде тұрған болса, сіз содан сыналып жатқаныңызды біліңіз. Ал жүрегіңізден ол кісі шығу үшін жаңағыдай ішкі шекара болу керек. Яғни сіздің күйеуіңізге мұқтаж емес екеніңізді түсінуіңіз керек. Өкінішке орай кейбір әйелдерден бір абсурд сұрақтар келеді бізге. Мен күйеуіме итағат еттім, итағат етуді былай түсіндім, ол мені ұрса да мен спокойно отыра беремін дейді. Мен ол кішкене дұрыс емес сияқты, итағат етуді сен дұрыс емес түсініп жатқан сияқтысың, и дұрыс емес жерге қолданып жатқан сияқтысың. Или 5 баласы бар, 6-шы баланы көтеруге, бұның денсаулығы жоқ деп врачтар айтқан, көтеруге болмайды саған, опасно деп айтқан. Күйеуі көтерсей десе, бұл мен күйеуіме айтқанын істеуім керек, бірақ денсаулығын қирап қалатынын біліп тұр. Психологически көтере алмайтынын да біліп тұр. Бірақ не істейді? Күйеуіне еркек бір саты жоғары тұрады дегенде, мен күйеуге тәуелдімін деп қабылдап қалатындар бар. Тура мағынада қабылдап қалатындар бар. Олай да емес. Шын мәнінде сіз ересек адамсыз. Сіз әйел болсаң да адамсыз. Қоғамның, менталитеттің бір осындай бұзықтарына ілініп қалмаңыз. Сіз әйел болсаңыз да бірінші орында сіз ата-анаңыздың ұрпағы, перзентісіз. Сіз Алланың құлысыз, иә? Алланың бір жаратқан жеке тұлғасысыз. Сіз өзіңіздің денсаулығыңызды, жауапкершілігіңіз өзіңіздің бойында. Ертең сіздің денсаулығыңызға бірдеңе болып қалатын болса, сіз айта алмайсыз күйеуім кінәлі деп. Мен күйеуім үшін істедім ғой деп. Өтемін болса, балашаға ниет қылсаңыз, шын жүрегіңізбен сезіміңізді тыңдап, жүрегіңіз иә деп тұрса, иә деуге болады. То есть көбінесе осы жерде адамдар совет сұрап құртады ғой, психологтан совет сұрайды, дәрігерден сұрап совет сұрайды. Әрине, мамандарынан советін сұрап, емделіп, жаңа дайын болатын уақытыңызға дайындаласыз. 1 жыл керек десе 1 жыл дайындаласыз. Бірақ жүрегіңізді тыңдап, күйеуіңіз үшін емес, Құдай үшін бала көтеріп, иә,
Құдай үшін сол ұрпағыңызды жалғастырып мықты мұсылман тәрбиелеймін деген ниетпен дұрыс ниетке қарай ауыстырып алатын болсаңыз, ол процессті сізге Құдай етақта жеңілдетіп қояды. Шекара деген моментті дұрыс түсініңіздер деп жатырмын да. Кейбір ер азаматтар әйелін құл сияқты көретіндер бар, өкінішке орай. Қазір 21 ғасыр, вроде бәріміз нормальный сияқты көреміз, бірақ біз психологтар көріп жатырмыз. Келіп жатқан 10 адамның 7-еуінде 7 отбасыда күйеулері әйелдерін құл сияқты көреді. Ұрып соғады, айқайлайды, ұрсады, мен жоғарымын, менікі дұрыс деп қабылдайды. Хотя оның артында психологический травмалар, жаңағыда абьюзерство, шекарасынан өту, қақсынан өту деген нәрселер жатыр. Ең жаманы, ешкімнің отбасына ешкім араласпайды ғой. Просто әркім өзіне тыңдаса да, егер сол мінезін байқаған ер азамат осы видеоны тыңдап отырып, өзін өзгертуді тәубе етіп, Құдайдың алдында дұға етіп бастамаса, бала шағасы тура осы сценарийді 2 есе ауыр қайталау шансы бар. Және ең соңғысы ол қате келісімдерді дұрыстау. Яғни бұған дейін сіз күйеу жұбайыңызбен бір нәрсені келістіңіз, бірақ заман өзгерді, уақыт өзгерді, сіздің қалауыңыз өзгерді, келісімді де өзгерту керек нәрселер болып қалды. Не істейсіз? Ашық сөйлесесіз, келісімді өзгертуге болады. Мысалға, ол келін мен ененің арасында көп болады. Келін мен ененің арасында қате келісімдер болады. Енесінің миында сен ерте тұрып мынаның бәрін бүйтіп істейсің деген бір өзінің миында ожиданиесі бар. Оны келісім деп ойлайды, уже анау келін болып келді, значит ол келісті деп ойлап тұр. Келін де мына жақта өзінің көзқарасын ол енесі келісіп тұр деп ойлайды. Ашық сөйлеспеді, ашық келісімді ортаға сызып қоймады. Содан ұрыс керіс, талас, реніш, екі ортада жаңағыдай анау күйеуін, ана кісі баласын стресске түсіріп, мықты ер азаматты солдырып қойып отқан отбасылар бар, өкінішке орай. Осындай тақырыптар болмас үшін бізде қате келісімдерді дұрыстау деген тақырыпты түсінуіміз керек. Бұл тақырыптардың барлығы біздің қаржыға өте қатты әсер етеді, өйткені қарым-қатынаста проблемасы болып жүрген адам қаржы ойлауға мүлде мүмкіндігі болмай қалады. Мойындайсыздар ма? Сен жалпы ислам дінінде бар, екеу болсаңыздар, яғни отбасы құрсаңыздар, Алла тағала өзі байытады дейді, ризықтарыңызды кеңейтеді. Кейбір отбасылар қосылады, бала шаға болып жатады, ризық келмей жатады, берекет артпай жатады, кеседе берекет болмай жатады. Не үшін? Потому что бір-бірімен арасыз. Енді былай сырттай қарасаң тату сияқты қол ұстасып жүреді, бірақ іштей қабылдамаған бір-бірімен реніштері, ашық сөйлеспейді, бір-біріне қойша болды дей салады деген сияқты, жаңағыдай манипуляция қолданады деген сияқты. Ерлі зайыпты бір-бірімен махаббатпен, жүрекпен, Құдай үшін деп бір-біріне махаббатын құрметтеп, ана махаббатты подкаблукқа көтем деп қорқатын еркектер бар, өкінішке орай. Жоқ, ол Құдай үшін деген махаббат болатын болса келіншегіңе, ол келіншек жүрекке кірмейді. Сен Алла тағала саған ол келіншегіңді дұрыс жүрегін оған саған бұрып қояды жүрегін. Тура сол сияқты әйел кісілер де сіздің ер азаматыңыздың жүрегі сізге бұрылу үшін сіз оны Құдайдың разылығы үшін жақсы көру керексіз. Екеуіңіз бір-бірлеріңізді Құдайдың разылығы үшін жақсы көру керексіз. Осы нәрселер болатын болса, бізде отбасыда керемет татулық, көзге көрінбейтін берекет пайда болады. Сол отбасы еңбек етіп бастаса, олардың әрекеттеріне берекет 10 есе, 100 есе артық болып келіп бастайды. Бұл менің өзім тәжірибемде де, біздің шәкірттеріміздің тәжірибесінде де болып жатқан нәрселер. Сол үшін отбасыңызда табыстың артқанын қаласаңыздар, бірінші қарым-қатынас реттеңіздер. Мысалға, менде де болып қалады, пендемін ғой, кейде келіншегіммен кішкене ренжісіп шығып кететін болсам, таңертең мен күні бойы жұмысымда жолым болмайды. Жолым болмайды дегенде қалай состоянием быт болады, ойыма дұрыс идея келмейді, қате шешімдер шығарамын, тез ашуланамын, шүкірсіздікке беріліп бастаймын, көңілім толмайшылыққа беріліп бастаймын деген сияқты. Мен түсінемін, бүгін состоянием дұрыс емес па, все, бүгін кішкене дұрыс жұмысымды более-менее бүйтіп артық шешім шығармай бітіремін да, барып келіншегіммен татуласып, бір-бірімізден Құдай үшін кешірім сұрап, Құдай үшін жақсы көретінімізді айтып, тақырыпты ашық сөйлесіп, келісімдерді реттеп алғаннан кейін ертеңіне жұмыс жасауға, табыс табуға, бала шағаны бағуға, өмір сүруге, жаңа деңгейге шығуға уже мүмкіндік ашылып, желание, қалау ашылып бастайды. Қарым-қатынас реттелсе, қаржы да адамның өмірінде келіп бастайтын болады. Сонымен біздің келесі бонус сабағымыз қаржыны басқару, қаржыға қатысты эмоцияларды реттеу деген сабақ болады. Келесі сабаққа өтіңіз.